Ішке барлығы кіріп келген кезде Махир қылмыскерлерге қарап, «Қане сендердің 10-20 адамдарың» деп мысқылдайды. Бұдан былай әрқайсымыз өз жөнімізбен жүрейік, сендер маған тиіспейсіңдер, мен сендерге тиіспеймін дейді. Сөйтіп әкесіне бұрылып қарап, «Әке, кеттік па?» деп олар кетіп қалады. Далаға шықса, қылмыскердің адамдарының бәрін ұрып-соғып, аяқ-қолдарын байлап тастаған екен. Әкесіне күліп қарап, «Бұны қалай жасадыңдар?» дейді Махир. Түрмеде жатқанның өзінде-ақ мен Сердармен келістім дейді. Ол мені түрмеден қашыру керек болатын. Өйткені мен Мехмет Сайын мырзаға керек емес болғандықтан ол мені өлтіруге бұйрық беретінін мен білдім. Ол бұйрықты саған да беретінін білдім. Және сенің ол бұйрықты қабыл алатының да білдім дейді. Сондықтан алдын ала жоспарлап қойғанмын. Егер Сердар менің келісімді қабылдамағанда мені Махир қашыратын еді дейді. Сол кезде сен мені өлтіріп, қашып кеткеннен кейін барлығы келіп мені өлдіге санады дейді. Я, мен шынымен де өліп жаттым дейді. Бірақ Сердар келді да мені құтқарып алды дейді. Ол мені медпунктке апарып, менің жүрегіме укол салғанда мен қайтадан өмірге оралдым. Сөйтіп мені сауықтыру орталығына апарып тастады. Дәрігер мені тексеріп болғаннан кейін миыма көп уақыт кислородтың бармауына байланысты аяқтарым енді ешқашанда жүрмейді деді. Бірақ менің сөз қорымда ешқашан деген нәрсе жоқ болғандықтан мен жүруге тырыстым дейді. Сөйтіп Тұрғыт 7 ай бойы Фариданың суретін іліп қойып, оған қарап мотивация алып, осылай жүргенін барлығын Неждетке айтып береді. Неждет сонда, «Сен жындысың ба? Ақшаң бар, дүние мүлкің бар, не үшін қайтып келдің? Жалғыз Фарида үшін қайтып келдің ба? Ол сені ешқашанда сүйген емес, сүймейді да, оның Махирі бар емес па?» дегенде Тұрғыт, «Мен де жынды емеспін. 7 ай бойы қаншама пландар түздім. Осы пландардың арқасында бәрін жүзеге асырып, мен Фариданы алып ұзақтарға кетемін» дейді. «Сол пландарды іске асыру үшін сен Неждет күшік көмектесесің» дейді. Емделіп аяққа тұрғаннан кейін менің дәрігерім келіп, мен ешқандай да ғажайыпқа сенбес едім, бірақ сіздің жүріп кетуіңіз ғажайып деп айтты. Мен келіп қаншама ғажайыптарды әлі өз қолыммен жасаймын деп күліп кетіп қалдым дейді. Елнұр Фаридаға «Сейіті полиция атты. Ол адам өлтіргіш қанішер жауыз. Менің анам мен баламды өлтірді. Өтінем сенен, бұл мәселені енді басқа қозғамайықшы» дейді. Жүсіп, «Мен Махирді атып тастаймын» деп айқайлап жатқанда Атбек айтады, «Айқайламашы, басым ауырып кетті» деп. Ал Жүсіп болса, «Ашуыма тиме» дегенде Исмайыл орнынан тұрып, «Не, Махирді аталмағандықтан енді маған тисе бастайсың ба?» дейді. Сөйтіп екеуі тіресіп қалады. Жүсіп Исмайылға, «Неге сонша Махирдан қашқақтайсың?» дегенде Исмайыл, «Егер мені тыңдасаңдар, бәріміз қазір бұлай отырмас едік. Махирдің өзіне адал достары көп. Бір жағдай туса, барлығы жанына жүгіріп келеді» дейді. «Ал біздің адамдар басымызға іс түскенде қашып кетеді» деп екеуі ұрысып жатқанда Нейл аға айқайлап, «Қойыңдар» дейді. Сөйтіп барлығы орындарына отырған кезде Сейіс, «Ертең менің фазендама келіңдер, Махирді өлтірудің бір жолын табамын» деп кетіп қалады. Фарида саған қарамайды деген кезде Тұрғыт, «Мен Махирға мырзаның кім екенін айтамын». Сөйтіп Махир Фариданың әкесін өлтіргенде мен ортада пайда боламын да Фариданы алып кетемін дейді. Сөйтіп Махир өзінің кегін алады, Фаридадан айырылады дейді. «Сені жын ұрды ма? Мен саған ешқашанда көмектеспеймін» деп Неждет кетіп бара жатқанда үш жақтан қару алып адам оны қоршап алады. Махирді құтқаруға келген адамдарға рахметін айтып, олар үйлеріне тарайды. Сөйтіп Махир, «Әке, қайдан білдіңіз?» дегенде әкесі, «Жүр, саған апарамын, сені құтқарып қалған адамға» дейді. Ауданына келіп, дүкенінің есігін ашып, Махирға ішке кір деп, Махир ішке кіргенде қараңғыдан Орханның сұлбасы көрінеді. Махир қуанып кеткеннен «Орхан» деп айта бергенде Орхан да «Тыныш тұр, мен саған емес, әкеме көмектестім, әкем үшін» деп айтады. «Әкемнің тағы бір адамды жерге көміп, қайғыдан қаза жұтқанын көргім келмеді» дейді. «Маған көмектеспесең, мен сені өлтіремін» дейді. «Егер көмектесем десең, онда маған бұрыл» деп. «Әзірге менен тапсырма күт, және ешкімге менің тірі екенімді де айтпа.
өйткені жердің де құлағы бар дейді. Бірақ өлі адаммен кездестім дегеніне де ешкім де сенбейтін шығар деп кетіп қалады. Мен саған емес, әкем үшін көмектестім. Қазір саған көмектеспегенде сені аналар өлтіріп тастар еді дейді. Махир, олай жасама, екеуміз бауыр емеспіз ба дегенде. Я бауырымыз, бірақ барлығы әрқашанда сені мақтайтын, ал мен әрқашанда жаман сөз естіп, ұрыс естетімін дегенде. Енді бәрі бітті дейді. Әкесі, Орхан олай істеме, мен сенің жүрегіңді білемін, сенің жүрегің жұмсақ қой дейді. Ал Орхан болса, әке өте кеш, енді бәріміз бұрынғыдай болмаймыз деп кетіп қалады. Тұрғыт сот үйіне келеді. Ол келе жатқанда барлығы, мынау Тұрғыт прокурор емес па, Құдай сақтасын, астапыралла, немене тіріліп келген ба деп. Ал Фарида болса, Тұрғытты көре сала тұрып қалады. Не күлерін, не жыларын, не кетерін білмей, есінен танып, жан-жақтағы адамдар Фарида құлаған кезде сізге не болды деп келіп, ал Фарида тірі күрмеліп, Тұрғыт деген сөзді айта алмай жылап жібереді. Ал Тұрғытта бәрі жақсы болады, бәрі жақсы болады деп Фариданың қолына ұстаған кезде Фарида есінен танып қалады. Назив әке ұйқысынан тұрған кезде Илкнур әдемілеп таңғы ас жасап қойған екен. Соңгүл де ағасын көріп құшақтап қуанып жатады. Сөйтіп барлығы отырып бірге таңғы ас ішеді. Барлығы Исмайылдың фазендасына жиналып, қастарына Орханды шақырады. Орханға біз өзімізше кеңесіп, Сарының барлық жерін, мүлкін, жұмысын, фирмасын саған береміз деп шештік дейді. Жаңа үй аласың, астыңа жаңа машина аласың, бірақ алажақ қолым бережек дегендей, оның орнына сен өзің ағаңды Махирді өлтіресің дейді. Ал Орхан болса, еш міз қақпастан, ойланбастан да жарайды, мен келісемін дейді. Фарида есін жиғаннан кейін Тұрғыт тірі, мен оны көрдім деп айта береді. Ал Суна болса, ешқандай Тұрғыт жоқ, ол өлді емес па деп айтумен болады. Мынау Махирді өлтіре алады ма деген кезде Исмайыл, мен бұдан күмәнданбаймын, өткенде ағасы келген кезде оның көздерін мен көргенмін дейді. Махирді өлтіретініне мен сендерге сөз беремін. Онда кешке дейін Махирдің өлгенін есту үшін жақсы хабар күтеміз деп кетіп қалады. Ал Сейіс болса, Орханға келіп, мына қару жап-жаңа жақында алғанмын, бұны саған беремін деп қаруын беріп кетеді. Назив әке Махирға өзінің әкелі кеңесін беріп жатады. Кешегі адамдарды қатты ашуландырдың, енді сен жалғыз жүрмеуің керек, әрдайым жаныңда қару алып жүр дейді. Сондықтан да енді менің әрдайым айтқандарымды тыңдап жүретін бол. Екеуміз бір-біріміздің көзіміз және құлағымыз болайық деп әкеліп кеңесін береді. Махир да әкесіне рахметін айтып, ұлының қолын сүйеді. Айтен Жүсіпке келіп, менде бір кішкене шаруа болып тұр дейді. Менің бұрынғы күйеуім Неждет маған тыныштық берер емес, өтінемін, сіз сонымен сөйлесіп көресіз ба дегенде Жүсіп, мен сөйлесемін, бірақ оған не деп айтамын? Қол астымдағы әншіге тиісесің, неге тиістің деп сұраймын ба, я болмаса менің ханымыма тиіскенің болмас деп айтайын ба деп тұрғанда ішке Белгин де кіріп келеді. Жүсіп Белгинге кешегі болған барлық оқиғаны айтып береді. Және жақында Махирдан құтыламыз, оны өзінің інісі Орхан атып тастайды дейді. Фарида Тұрғытпен кездесуге барады. Ол жерде Тұрғыт оны танымағандай болып, мен сізге бір іс туралы айтуға барып едім, ал сіз болсаңыз есіңізден танып қалдым дейді. Сөйтіп қолындағы папканы береді. Бұл жерде Сейіт Доракты Махир Хараның өлтіргені туралы жазылған дейді. Ол Махир Хара қылмыскер, оны ұстау керек деп Фарида өз көзіне өзі сенбей тұрып қалады. Сөйтіп, мен онда кетейін деп Тұрғыт та кетіп қалады. Суэда бос жатқан бөтелкелерді көріп, Неждет, сен не істеп жүрсің? Бұлай іше беретін болсаң, бір күні өлетін шығарсың дегенде Неждет, мен бір сұмдық жағдайға тап болдым. Ол сұмдық жағдай мені өлтіретініне мен өзім осылай ішіп-өшіп өлемін деп жылайды. Белгин Махирдің кеңсесіне келіп, оны қайда деп сұрағанда, Орханмен кездесуге кетті дейді. Орхан Махирға қаруын кезеп, аналар өздері сені өлтірмегендіктен ол істі маған берді дейді. Сені өлтірсем, сенің қол астындағы адамдар, сенің барлық мүлкің, күшің маған тиесілі болады деген кезде, жарайды дегенің болсын, мені өлтіргің келсе өлтір. Мен сен келген кезде апай-топай шығып кеткен едім, жанымда қаруымда жоқ деп қолын жайып өлтір деп күтіп тұрады. Ал Орхан болса, өлтіре алмағандығын біліп, ағам деп құшақтайды. Ал бұларды сыртынан Белгин қарап тұрған еді. Сейіс кинотеатрда Илкнурды күтіп тұрады. Илкнур да келеді. Қалғандары қайда деп сұраған кезде,
барлық билеттерді мен сатып алдым деп екеуі үндемей кино көруге кіріседі. Сені өлтіруге әдейі мені жіберді дейді. Егер мен өлтірмесем, олар бәрібір мені өлтіреді дейді. Сонда Махир, барма, екеуміз бірге күресейік. Сені аталмағанымды олар біліп қояды. Мына қаруды ал да мені ат дейді. Махир, жоқ, мен олай істемеймін деп тұрған кезде Орхан өз-өзін ата салады. Мен олардың қасында болып, бомбаны қойдырған адамды білемін дейді. Яғни мен сенің тыңшың боламын дейді. Белден сырттан бақылап барлығын естіп тұрады.